Міне бүгін біз өз мәресіне жеткен сол әлеуметтік желі эстафетасының нәтижесін шығарғалы отырмыз. Шара Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру идеясын кеңінен тарату, әдебиетке, лирикаға, руханиятқа толы абай оқуларын деген құмарлықтарын арттыру көздейді. Бізге Ақселеу деген ағаларың өтті. Осы Ақорда ашылған кезде 3 қазаққа шапан жапты елбасы. Сол 3-тің бірі болған Ақселеу Сейінбектің айтатын сөзі бар. Мен қазақты 2-ге бөлем. Абайды оқығандар, Абайды оқымағандар деп. Абай сендерді қазақтың көгіне шығатын жұлдыз етіп тәрбиелейді. Бар болыңдар, бай болыңдар.